Бала кезімізде бәріміз Алдаркөсе мультигін көргенбіз. Және сол мультфильмдегі күтпеген қонақ бөліміндегі әлгі елес ол Алдаркөсе екенін де білеміз. Тек сол күтпеген қонақ нағыз шайтанның өзі деуге болады. Және тағы шайтани теориялар жасырынып келеді. Неге екенін бүгінгі видеода айтамын. Міне, күтпеген қонақ бөлімін қарап кетейік. Ең бірінші бізге бір шал мен кемпірді көрсетеді. Және олар бай. Олар арам болған сонша тіпті басқа ауылдан жеке көшіп кетті. Сосын бізге Алдаркөсені көрсетеді. Ол адасып шаршап жүреді. Сосын бір кезде сол бай мен кемпірдің үйін көріп қалады. Сосын келіп бір күн қонсам бола ма деп олардан сұрайды. Бірақ олар былай дейді. Түрің құрсын. Сенің орныңа мал қорада. Бар жоғалар қойдың қасына барып түні. Сосын алдар амалсыздан қойлардың арасына барып сол жерде отырады. Бірақ оның көзінен біз осы бай мен кемпірге ашуланып тұрғанын көреміз. Сосын кеш батып алдар олардың шатырының үстіне мінеді. Және шаңырақтан байдың төсегіне су құя бастайды. Сосын кемпір атып тұрып, оған кәр қақпас деп айта бастайды. Және ботыңа жіберіп қойдың деп оған ашуланады. Сосын далаға кемпір әлгі көрпені жайып тастайды. Ал ол уақытта Алдаркөсе сол көрпені өзімен бірге алып кетеді. Сосын шал мен кемпір қорқынышты дауыстар естіп сандығын ішіне тығып қалады. Сосын әлгі елес үйге кіреді. Сосын анау шал мен кемпірді іздей бастайды. Оказывается, олар сандықтың ішінде отыр екен. Сосын сандықты бір теуіп екеуіне шық деп айта бастайды. Және де біреуінің терісін жұлып, соның денесін өзіне алатын айтады. Сосын кемпір мен шал анау оның қорасында жатқан бір кедей адамды алып кетті деп айтады. Ал мынау елеске болса бай дене керек. Сосын әлгі елес келісіп даладағы әлгі кедейдің денесін алады. Ал ол Алдаркөсе оларды алдап тұрған. Сосын Алдаркөсе кіріп, менің дүнием қайда деп оған айғайлай бастайды. Ал анау екеуі болса шошып кетіп түнде бір жаққа қашып кетеді. Сосын таң атады. Сосын бай мен кемпір өз үйлеріне келеді. Және де бір-біріне сеңгір деп қорқып кіре алмай тұрады. Сосын екеуі бірге кіреді де үстелден бір хат көреді. Ол жерде былай жазылып тұр. Қымбатты қожайындар, қонақ жайлықтарыңа рахмет. Төсектеріңе жатып, жақсылап ұйқымды қандырып, тамаққа тойып алдым да жолға шықтым. Бірталай жерге алыстап кеттім. Албастыдан қорықпаңдар. Ол енді келмейтін болады. Алдаркөсе. Және сонымен мультфильм бітеді. Ал ана екеуі болса алдан қалғандарына ашуланып тұр. Міне, Алдаркөсе соңына қарай өзіне пайда қылып алып алды. Және қулықпен алды. Ал қулық нағыз шайтанның қасиеті. Сенбесеңіз міне, алдар оларды қорқытып, қорқыныш арқылы бағындырып, артына өз пайдасына заттар істеп алады. Бұл зұлым рухтардың мақсатына ұқсайды. Олар адамды қорқытып, оның мал-мүлкін тартып алады. Және алдар бір орында отырмайтын, көшіп қонып жүретін адам. Бұл адамға қасиет тән емес. Баяғы заманда қазақтар көшпелі болған деп айтамыз. Бірақ қазақ халқы қыста жылы жерге қарай көшеді, өздерінің малын бағу үшін. Ал біз бір бөлімде алдардың боранда далада жүрген көреміз. Және баймен. Және қорытындылай келе, бұл адамға тән қасиет емес, жынға тән қасиет. Және осы бөлімдегі албасты ол қорқынышты рух кейіпкері. Және бұны да шайтанмен теңестіруге болады. Және қорытындылай келе, Алдаркөсе шайтанның өзі. Деп қоясың ғой, қорқмаңыздар, бұл жай балалар мультфильмі. Есігіңізді ашып қарап көріңіз. Мүмкін Құдай қонақпын деп біреу келіп тұрған болар.